Учурда канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген сөз абдан керек, абдан маанилүү деп айтсак жарашат. Бирок чындыгында биз бүгүнкү күндө мына ошо тил үйрөнүүгө далалат кылып келебиз. Бирок эгерде сиз тил билгиң келсе, же болбосо башка улуттун маданиятын, адабияты менен таанышкыңыз келсе, сөзсүз түрдө мына ушундай адабий алманакты колуңузга алганыңыз абдан жакшы. Анткени мына ошо жагырган 2020-жылы борборубуз Бишкек шаарында мына ушу дүйнөлүк адабий алманактын мына ушу алгачкы чыгарылышы туурасында атайын жыйын болуп өттү. Буга болсо мына ушу коңшу казак жергесинен дагы кадырлуу коноктор келип, мына ушул адабий алманак туурасында кененирээк маалымат берип, Кыргызстандан дагы атайын өкүлчүлүктөрдү шайлап, мына ушу өзү менен кошо ушу ала келген алманактын ичинде биздин кыргыз акын жазуучулардын дагы ырлары киргендиги кубанарлык нерсе. Негизи эле дүйнөлүк адабий алманак деген темада биз сөз кылабыз. Биздин студиябыздын кадырлуу меймандары менен жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Акын, философ, саламаттык сактоонун отличниги, бир канча мына ушу эл аралык поэзия кечелеринин катышуучусу Өмүрбүй Бегалиева айым келип отурат. Кош келипсиз. Ошондой эле мына ушу биздин коңшу казак жергесинен келген Кайрат Дүйсен Парман аттуу биздин кадырлуу коногубуз, акын, композитор, бүткүл дүйнө элдеринин жазуучулар союзунун негиздөөчүсү, коомдук ишмер бизде конокто. Кайрат мырза, кош келипсиз. Рахмет. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле мына ошо жакында эле борборубуз Бишкек шаарында мына ушул дүйнөлүк адабий алманак туурасында бир кече болуп өттү. Мен биринчи Өмүрбүй Бегалиевага сөз берейин. Кандайча өттү бул кече? Бул Кайрат мырзанын Кыргызстанга келиши туурасында сөз кылсаңыз, мына ушул жыйнак туурасында. Бул жыйнак чыгаруу боюнча өткөн 2019-жылдын жай айларында Кайрат Дүйсен Парман ушу интернет аркылуу байланышып, анан өздөрүндө болуучу фестивалга чакырып, ошол былтыр жайында биз Алматы калаасына меңди Кыргыз эл акыны Меңди Мамазаированы коштурдум. Биз Алматы калаасына барып, ал фестивалга катышып келдик. Анан ошо бизде сүйлөшүүлөр болгондо, ушул журналды чакырып атканда баардык иш пландарын айкын айтты да. Ошон үчүн мен баш тартпастан макул болдум барганга. Ошондо ушул журнал тууралуу да сөз болгон. Ушундай журналды дүйнөнүн көп тилдериндеги жазуучулардын журналын чыгаруу боюнча, анан ал жерге барып, ошол дүйнө элдеринин жазуучулар союзу деген союз түзүлгөн экен 5 жыл мурун. Ошол союзга бизди мүчөлүккө алды. Биз Меңди Мамазаирова эже экөөбүз мүчө болуп келдик былтыр. Анан бул журналга биз өзүбүздүн чыгармаларды жөнөттүк. Ошентип биздин иш сапарыбыз жана чыгармачылык байланыштарыбыз күчөй баштады. Мына бүгүнкү күнү андан аркылуу уландылар. Андан эми Кыргызстанга келип, мына ушул жерден дагы жакшы иш болуп атыр. Кайрат мырза, кош келипсиз. Абдан кубанычтабыз. Мынакей бүткүл дүйнө элдеринин жазуучулар союзун негиздептирсиз. Буга канча өлкөдөн жазуучулар, акындар мүчө болуп кирип атат. Анан ушул адабий алманакты чыгаруунун максаты. Iya. Биз негизинен 2014-жылы 18-кыркүйөктө курулдук. Әлем халыктары жазуучулар одагы болуп, эң алгачында арине өтө кыйын болду. Ондаган жазуучу гана билетин биздин одаг жөнүндө. Бирок жыл өтө келе биртиндеп Ресей мемлекетинен, Кытай мемлекетинен, сондай сыяктуу көршү осы кыргыз бауырларыбыздан, Өзбекстандан, Тажикстандан, сондай Азербайжандан өкүлдөр тагайындай баштадык да. Азыркы таңда биз 94 мемлекетте өкүлдөр менен мүчөлөрү бар алпауыт одакка айналып отурбуз. Абдан канча тилде чыгат бул журнал? Биз мына азыр өздөрүңүз көрүп отурган Галамшар адебияты глобалдуу итара журналын 20 тилде чыгарайык деп шештик. Өйткөнү аукум өтө кең. Бизде аукум өтө кең. Өзүңүз жаңа айткандай, жаңагы 94 мемлекеттин өкүлдөрү бар, мүчөлөрү бар.
олар әрине кейіннен қосылып жатыр біртіндеп. Мына журналдың ішіне 255 автордың шығармаларын топтап жинастырдық 55 мемлекеттен. 55 мемлекеттің, яғни 255 авторының шығармалары еніп отыр мұнда. Бұл енді Қазақстаннан шығып отырылғандықтан ең алғашында жаңағы қазақ әдебиетінің жауһарлары деген тақырыппенен мынау Күлтегін тоны көк ескерткішінің жазбаларындағы поэзиядан бастап кешегі мынау Қырғызстанменен тығыз байланыста болған Әбділда Тәжібаев деген өте бір керемет ақын ағамыз болған. Соғанға дейінгі 14 автордың шығармаларын енгіздік. Одан басқа 57 автордың, қазақстандық авторлардың бүгінгі таңда біздің одаққа мүше болып отырған солардың шығармалары еніп отыр. Енді бұл жерде ең көбі ағылшын тілінде, өйткені ағылшын тілі өздеріңіз білесіздер, миллиардтан астам оқырмандары бар. Сондай-ақ испан тілінде көптеген миллиондаған оқырмандары бар болғандықтан ол тілді де меңгерейік деп шештік, жариялайық деп. Сондай-ақ Қытай тілін, көрші Қытай тілі тілінде де ел көп сөйлейді, ақын жазушылары да өте көп болғандықтан ол елді де ұмытпайық деп. Сол секілді сол 20 тілде жарық көріп отыр бұл. Әрбір тілде өзінің шеф-редакторлары бар тағайындалған. Солар өздерінің мемлекетіндегі шама шарқы келгенше таңдаулы ақын жазушыларды топтастыруға тырысты. Мәселен, бұның ішінде жапон тілін алатын болсақ, Жапонияда бүгінгі таңда ең мықты деген 17 автор бар екен. Поэзияда өздерін ерекше көрсетіп жүрген. Сол 17 автор, сондай-ақ соларға жете қабыл тағы бір автор, яғни 18 автордың шығармалары еніп отыр. Сол сияқты португал тілінде де 10-ға тарта ақын жазушылардың шығармалары, Индонезия, малай тілдерін қоса беріп отырмыз, хинди тілінде бердік, сол секілді бенгал тілі бар. Енді айта берсек 20 тіл ғой жалпы айтқан кезде. Енді мынау осы журнал туралы мен бір кішкене ғана бір таныстыра өтейін. Мына бір жерде енді біз мына мемлекет Қазақстан Республикасының негізін қалаушы елбасымыз болғандықтан тұңғыш президент ретінде оның үстіне рухани жаңғыру аясында жасап отқан жұмыстарымыз болғандықтан осы бірінші елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевты берейік шештік. Астанамыз бен Алматымызды бердік. Қазіргі президентімізді беріп отырмыз. Бұл кісілердің де жаңағы қысқаша жаңағы әдебиетке қатысты сөздеріменен беріп отырмыз. Биылғы жыл өздеріңіз білетіндей Әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы үлкен көлемде, ЮНЕСКО көлемінде аталып өтетін болғандықтан, осы екі авторды да суреттерін беріп отырмыз. Әрі жаңағы мен айтқан 14 автордың ішінде қазақ әдебиетінің жауһарлары деген айдарының ішінде осы екі автордың да шығармалары жариялана отыр. Тағы да былай айта кетейін кішкене кеңірек. Мына Олжас ағамыз енді қазақ поэзиясындағы біз Кеңес үкіметіндегі кімсің Олжас қой енді біз. Сондықтан осы Олжас ағамыздың да суретін берейік деп шештік. Мынау Ерболат Төлепбаев деген біреу білер, біреу білмес. Бұл Францияның мойындатқан кескіндемеші, дүние жүзіне әйгілі кескіндемеші болғандықтан, суретші болғандықтан. Бұл кісінің суреті біздің журналда тұру керек деп шештік. Сондай-ақ мынау қазір бүткіл дүние жүзіне қазақша ән салдырып жүрген Димашымызды беріп отырмыз. Димашты беріп отқан екі себебіміз бар. Біріншіден бұл дүние жүзіне өте әйгілі әнші, екіншіден осының ішінде Димашқа арналған эссенің алғашқы тарауы жарияланып отыр. Мынау менмін енді осы журналдың идеясының авторы, одақтың негізін қалаушы дегендей, мынау Пакистандағы менің бірінші вице-президентім. Мынау біздің Кофи Аннанды көріп отырсыздар. Бұны біз жариялап отқан себебіміз, біз бұл кісіні Біріккен ұлттар ұйымының 7-ші хатшысы ретінде бір құрметпен бізге мүшелікке алғанбыз. Сондай-ақ бұл кісіге міне президент деген сертификат жіберген едік. Сосын әлем бейбітшілігінің көшбасшысы деген эксклюзивті диплом жібергенбіз. Енді өкінішке қарай бұл кісі бізге мүшелікке өткеннен кейін 2 айдан кейін қайтыс болып кетті. Дегенмен де 2001 жылы Нобель сыйлығын алған өте үлкен қайраткер болғандықтан біздің журналымызда алтын әріппен қалатын адам деп есептеп осыны беріп отырмыз. Енді мына екі азаматты айтатын болсақ, мына осы Motivational Strips деп аталатын дүниежүзілік жазушылар форумы бар. Негізі Оман сұлтандығында қаланған 300 мыңға тарта қаламгерлердің басын біріктіріп отыр бұл кісі. Біздің партнеріміз.
әріптестеріміз үлкен жобаларды бірлестіріп өткізіп отырмыз. Мынау дүниежүзілік испан тілді жазушылар одағы деген одақ бар. 142 мемлекетте өкілдері мен мүшелері бар. Бұл кісімен де біз әріптеспіз. Осы кісілерді біз одағымыздың жаңағы журналдағы бастапқы суреттердің бірі болуға лайық деп шешіп дайындап отырмыз. Ой, рахмат. Абдан жақсы сүрөттөп бердиңиз. Анан Өмүрбай мынакей ушу жогоруда Кайрат мырза өзү сүрөттөгөндөй эле бул жерде дагы мынакей кыргыздын акын жазуучуларынын акындарынын ырлары кириптир. Мына Өмүрбайым өзү жакшы билет болуш керек. Мына кыргызга төбөсү көрүнгөн мыкты деген бизде дагы акындарыбыз бар. Мына ошолордун ырлары кандайча кирди? Алар өздөрү ырларын жөнөтөбү же сиз аркылуу эми жөнөтө башташабы? Кандай болот? Бул 15 январда Алматы каласында улуттук китепканада бул альманахтын бет ачары аземи болду. Бет ачар аземине барды көптөгөн мамлекеттердин 10 жакын мамлекеттердин консульстволорунан өкүлдөрү келишип катышты. Кыргызстандан мен бардым, Өзбекстандан бир жазуучу келди. Биздин консулдан дагы атын унутуп калдым, бир кыз келди, мага келип Өмүрбейже деп учурашып кетти. Анан Казакстандын көрүнүктүү маданий деятелдери келип катышты. Негизи жакшы өттү, жогорку деңгээлде өттү. Анан биздин кыргыз жазуучуларынын бул жака кириши, эми буга чейин мен Кыргызстандын өкүлү эмес болчумун, баш өкүлү эмес болчумун. Мени 31 январда шайлашты. Буга чейин бул альманахты мен управлять эткен эмесмин. То есть мен Кыргызстандыкмын. Мындан аркысын ошо шеф-редактор, главный өкүл автоматтык түрдө бул альманахтын шеф-редактору болуп дайындалат экен. Ал дайындооду бул Кайрат мырза өзү айтсын, мен бир аз түшүнбөдүм, анткени бул өзү аркылуу эмес, жанагы алдагы отурган адамдардын бардыгын макулдоосу менен дайындалат деп түшүндүрүштү мага. Анан ошо дайындоо бул мынакей азыр Кайрат мырза көрсөтөт, баш өкүлү деп дайындалган сертификаты чыкты. Бул сертификатты менин колума бүгүн как бы телевидение аркылуу торжественно тапшырып атышат. Мындан аркысы ооба мен ошо бул иштер менен демек мына жакында эле 31 январда ошо Бишкекте болбоду бул дүйнөлүк адабий алманах боюнчачы, ошондо сиздер Кыргызстандан Өмүрбай Бегалиеваны шайлаган турбайсыздар. Буганга дейин Назарбек Байжигитов деген үлкен журналист бар, публицист бар. Сол агамыз бас өкүл болуп келди. Енді 5 жыл өтті, 5 жылдан кейін уақыт өткеннен кейін ол кісі өзі ниет етіп, осы Қырғызстандағы ең бір еті тірі, сондай дүниежүзіне қазіргі таңда мына Түркияға, тағы да басқа елдерге, Қазақстанға көбірек шығып жүрген, танылып жүрген осындай философ ақын, осы Өмүрбай Бегалиева осы Қырғызстандағы бас өкілдікті алып кетеді деп өзі кандидатурасын ұсынып, мен де оны мақұл көріп, сонымен жаңа осы келген сапарымда Өмүрбай ханымды Әлем халықтары жазушылар одағының Қырғызстандағы бас өкілі етіп тағайындап отырмын. Мына сол сертификатыңыздарын құттықтаймыз. Сізге беріп қояйын осы жерде. Бұл да чоң жоопкерчилик. Мына ушундай бүткүл дүйнө элдеринин жазуучулар союзунун бир чоң жоопкерчилиги да. Демек, быйылдан баштап сиз эми ушул өзүңүз талдап, өзүңүз анан бул сунуштап, анан ошондон ырлар жарык көрөт. Журналдын да шеф-редактору автоматтуу түрдө осы киши болот. Абдан жакшы экен. Анан мынакей дүйнөлүк адабий алманакка биздин Кыргыздын акындары мына Меңди Мамазайырова, Өмүрбай Бегалиева айындын дагы ырлары кириптир. Атантай Акбаров, Кыял Тажиева, Зайырбек Ажыматов, Улукбек Омакеев дейт. Бул жерде ошондой эле бир топ акындар. Эми
Мен сізге Кайрат мырза суроо берейин дегеним, мына ар бир эл өзүнүн тилинде жазат да, мисалы үчүн кыргыздар кыргызча, казактар казакча дегендей. Мына бул жерде чет тилде, араб тилинде дагы чыккандар, фарсы тилиндегилер да бар экен да. Ушулар эми азыр эми көбү тил билүүгө умтулуп атпайбы? Ошон үчүн максаты ар бири өзүнүн тилинде жазыш керек экен, котормосу жок, кандай жазса ошондой чыгат. Жок, булай не кылайык, бул биринчи бастамасы, бул журналыбыздын. Келечекте? Маселенки осунун ишинин өзүндө Кытай тилинин акындары агылшынча аудармасы менен коса берди да маган. Мен аны коса жарыялап отурмун. Және болашакта мисалга кайсы бир акын өзүнүн чыгармасын казак тилинде, өзүнүн ана тилинде және де агылшын тилинде беретін болса, біз оны катарлаштырып жарыялайтын боламыз. Өйткені агылшын тили көпчүлүккө маалым тил ғой, башка тилдерге караганда. Сондуктан біз мүмкүндүгүнчө жаңагы әсіресе мысалға бенгал алфавиттерин, болмасам араб шрифттарын танымауы да мүмкін ғой. Ағылшынның шрифтін жақсы таниды. Ағылшын тілде көбірек оқырманы көп, ауқымды тіл болғандықтан міндетті түрде ағылшын тілінде аудармасымен келетін болса, біз оны екеуін қатар береміз. Өзінің ана тілінде және де ағылшын тілінде. Демек, қырғыз тілде жазылғандар башқа тілде, чет тілде чыкса дагы бул бардык окурмандарга тиешелүү турбайбы? Кайрат мырзанын айтымына караганда, демек ошол ырлар башка чет тілде чыкса дагы абдан жакшы болот экен, окурмандарын көп табат, түшүнүктүү болот да. Эми кыргыз тилин дүйнө үйрөнбөсө дагы бул тилде окуганга аракет кылыштары мүмкүн. Мен Түркияга барганда деле ошо кыргыз тилинде транста ырларды окуп жүрөм. Манас жөнүндө көбүрөөк айтылганда, бул мурунку барганга салыштырмалуу кийинки барган кезимде алар сөздү ошо Манастан баштай турган болушту. Анткени мен Манастан келген ырлар деп көбүрөөк түшүндүрүп, транста окуганда аларда чоң таң калуулар турган жерде ыр окуйт экен, мындай окуяны, мындай мүмкүнчүлүктөрдү эч качан көргөн эмеспиз деп таң калуу, анан түрк тилдүү кыргыз үчүн сыймыктануу, анан мен өзүмө болгон алардын урмат сыйы көбүрөөк, казактардын арасында деле мен ошондой окуп атканда биринчи таң калышып, анан булардын да ошо урмат сыйы ошол транста түз окуган жанагы ырлардын маанисин түшүнө билишип, ошого жараша урмат сыйлары көбөйүп аткандыгын мен өзүм сезип атам. Анан бул журналга ар кандай тилде киргендиктен мен өзүм боюнча айта турган болсом, мен ошол көп тилде менен бир топ тилдерди негизи билет элекем, түшүнө билет экем, толугу менен билбесем дагы. Ошол көп тилди билүү эң негизги зарыл нерсе экен да. Англис тилин азыркы күндө жаштар көбүрөөк үйрөнүп атат, мында кийинчерээк мындан да көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болот. Мен түрк тилин дагы кандайдыр бир деңгээлде үйрөнүп алганыма азыр сыймыктанып сүйүнүп жүрөм, анткени түрк тилинде окууга жарап калдым. Ошо ар ким англисче билбегеним үчүн эле күйүнүп атам, анткени англис тилинде эгер билгисе бул адабият жаатында бүгүнкү күндө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Азыр Фейсбукта да бир дружбамда америкалык жазуучулар жүрүп атат. Ошолор байланышка чыкканга аракет кылып атат. Мен англис тилин билбегендиктен алар менен сүйлөшүүдөн баш тартып жүрөм. Бул эми үйрөнүшүбүз керек экен да. Ооба, үйрөнүш керек экен. Башка өкүл болгондон кийин бул жерде сизге келип жеткен мүмкүн болсо ошол ырлар жогоруда Кайрат мырза айткандай башка тилге оодарылса, окурмандарын да көп табат экен да. Бул негизи канча басма табак менен чыгат? Нускасы канчадан? Биз мына журналыбыз 40 басма табакка таяу көлөмү. 316 бет болуп чыгып отур. Бул энди 4 санын бириктирип бердик деп эсептеп отурмуз, өйткөнү көлөмү үлкөн журнал болгондуктан осулай эттик. Енді болашақта биылғы жылы да сол мүмкіндік болып жатса, 2 рет шығарғымыз бар. Өйткені 90-на 1 рет бізге мүмкіндік берген үкімет тарапынан. Былтыр өзі тіркелген, арнайы тіркелген журналымыз сол мүмкіндікке байланысты барлығы. Әсіресе біздің жұмысымызды жылдамдататын шетелдегі өкілдеріміз. Бұл жолы мысал үшін мынау 20 тілдегі шеф-редакторлар волонтер ретінде. Яғни біз ешқандай қаржы берген жоқпыз, олар өздері осы өз еліміздің патриоты болайық, біздің еліміздегі әдебиетті, мәдениетті
жаңағы атақты ақын жазушыларымызды басқа ел біле берсін деген ниетпенен былай қарағанда бізге көмек ретінде қол ұшын беріп отыр. Енді болашақта мүмкін үкімет тарапы қолдап қалар ма екен, сондай жағдай болып жатса, белгілі бір қаржы төлейтіндей болып жатса, ол кезде жаңағы шеф редакторларымыздан жұмысты жылдамдатып бізге тапсырыңдар деп кішкене болсын бұйыра сөйлей аламыз да. Қазір енді солардың еркінде болғандықтан мен бұл журналды 5 ай көлемінде дайындадым. Өте күрделі болды. Бірақ әйтеуір нәтижесін берді, соған қуанып отырмыз. Соны сүйіншілеп келіп отырған жағдайымыз енді. Бұл Қайрат мырзаның дағы бір өзі бизнесмен болса дағы бір айкөлдеген мен баса белгілегім келетін кені ақчалуу адамдар бұл рухани дүйнөгө өздерінің ақчасын салудан баш тартып келатат. Әсіресе біздің Қырғызстанда ушундай. Қазақстанды жақсы білбейм. Біздің қырғыз жазуучыларынан ақча албастан ушу журналға барын бекер киргизди. Бұл нерсени да азыркы күнү Қазақстанда деле абал мындай өтө жеңил деле эмес экен. Адаби рухани дөөлөттөр деле ал жакта деле каралбай эле калган эле деңгээлде экен да. Ошон үчүн мен өзүмдүн рахматымды ошо кыргыз жазуучуларынын атынан, ушул альманахка кирген кыргыз акындарынын атынан Кайрат мырзага, анан ошо Казакстан жазуучуларынын өкүлдөрүнө, ушул союздун, ушул бирликтин составындагы жазуучуларга рахматымды айткым келет, анткени ошолор көтөрүштү. Бул дебилген, Жок, бул кыргыз жазуучуларынын чыгымдарындагы ошол казак жазуучулары көтөрүштү. Демек, буга кирген мына ошол акындар бир дагы тыйым бербестен бул журналга акысыз чыгыптыр да, сизге? Бул журналды бирок шығарған кезде біз жаңағы Қазақстандағы біздің мүшелеріміз бар ғой, әлем халықтар жазушылар одағының. Солардың өздері қаржы шығарып, әрқайсысы тиесілі қаржы шығарып, сол қаржының есебімен шығарып отырмыз біз. Ошо қазақ жазуучылары көтерді да. Демеушілерсіз, қазақстандық қаламгерлердің күшімен шығып отыр. Ошон үчүн мен жана казак ошол союздун бирликтин, ошол бирликтин составындагы жазуучуларга рахматымды кыргыз жазуучуларынын атынан билдирип кетким келет, официалдуу түрдө. Биздин бул элдик мамлекеттик ЛТР телеканалы аркылуу. Мына қазақта жұмыла көтерсең жүк жеңіл дейді ғой. Сол секілді енді әрбір жазушыға тиесілі бір қаржы болғаннан кейін онша қиын бола қойған жоқ. Бұл жерде мысалға біз 57 автордың туындыларын беріп отырсақ, бірақ Қазақстанда біздің 150-ге тарта мүшелеріміз бар. Олар болашақта келесі сандағы жаңағы немізде журналымызда орын алады деп ойлаймыз. Абдан жақсы. Өмүрбек айым келиңиз, мына ушул дүйнөлүк адабий алманакка кирген жакшы ырыңыз бар экен. Ошону өзүңүз окуп бериңиз биздин телекөрүүчүлөргө. Мен бул альманакка Жусуп Миңбашы тарыхый ыр менен жазылган тарыхый роман деп атап жүрөбүз. Эми ошол тарыхый дастандан үзүндү бергем. Ошол жерден бир аз окуйун. Жусуп Миңбашынын даңазалуу кокон жүрүшүнө даярдыгы. Бийликте Бухара эмирлиги өкүлү Ибрагим Хаял 1842 жыл окуя Талас Аксы Кокон шаарларынын ортосундагы аралыкта болгон жери. Бул Жусуп Миңбашы ошол Бухара эмирлиги Кокон хандыгын чаап алган мезгилден кийин Аксыны көздөй жол тартат. Кокон хандыгын жаңы хан даярдоого Жусуп Миңбашынын аракети ошо Аксы тарапка аны алып келди да. Аксыга жетип өргүдү Жусуп кошууну, дайындык көрүп чептерин Кокон тосууну, көздөгөн Жусуп аскерин мыктап топтоду Жусуптун дайым айрыкча эле жосуну. Аскердик ишке машыккан эле жашынан сыпайылык жайы артыкча болуп кошулду. Дайындык көрүп арытып ишти таштады, жигиттер мыкты агылып келип жатканы, Аксыдан топтоп алайга кабар кылышты, топтолгон жигит Таластан келген баштагы. Ок жонуп, дары дармегин бештеп баштаса, белгилүү болду куралдан окту атмагы.
Сандаган колду алдыга баштап барууга, шаарында кокон хандыкты кайра алууга белсенип жаткан Жусуптун болгон аракет билгенге бийик жигердүү жүрүш арууда. Аркайган тоолор аз калар келип жардамга, ишине Жусуп шык берип жолду салууга. Тоолору кыргыз токтоолук кылып шаң берип, Насиле Жусуп тоолорго бийик дал келип, арка бел болуп жарашып барат кайрадан, бийиктен келген сырларга эгиз теңделип, тереңдик сыры киргенде адам толкуйт да, элине арнап жашоосун салат эрделип. Жылганы бойлоп, ойлонду иштин жүрүшүн, карачы мобу күргүчтөп суунун киришин, топтосок колду дүңгүрөп бизде барарбыз деп ойлоп жатты, баарысы алат үлүшүн. Жоокери кыргыз илгертен болгон батымдуу, тартылтты көзгө жоокердин атка минишин. Жылкылар менен айрыкча Жусуп мүнөзү, тандатып атты асылын издеп түнөтчү, таң атып калган мезгилде туруп текшерип, аттарга дайым койдурчу эле күзөтчү. Аттанар мезгил болгондо бирден каратып, өткөртүп алчу, караткан түндө күзөттү. Ой, рахмат. Мына ушундай адабий алманакка кирген ырыңыздан окуп бердиңиз. Негизи эле келечекте мисалы үчүн казактын тили, кыргыздын тили окшош бири-биринин ырларын окуганда түшүнөбүз да. Башка улуттагылардыкын чындыгында түшүнбөйт экенбиз да. Ошон үчүн бирөө өз тилинде болуп, экинчиси башка тилде жалпы коомчулукка жеткен, жана сиз айткандай чет тилде болсо жакшы болмок экен, Әрине мен мына агылшын тилин зая айтып отурган жокмун. Мәселен жаңағы өз жердегі кез келген ақын, кез келген ақынның шығармасын, мағынасын білу үшін тым болмаса қандай көркем, не айтқысы келді бұл ақын деген. Ол егер ағылшын тілінде аудармасы болатын болса, дүние жүзіндегілер білер еді деп ойлаймын, көбірек білер еді. Өйткені ақындардың көбісі басқа тілден гөрі ағылшын тілін аз-маз болса да білуге тырысады ғой. Бул болсо жакшы экен да бардыгына, Иә. Буюрса эми бул жерде мынакей 4 жыйнакты бир кылып чыгарыптырсыз да киргизген. Себеби эмнеде муну? Өз-өзүнчө чыгарбай жалпы эле ушундай көлөмдүү кылыпты. Биринчиден бул өтө көлөмдүү журнал, экинчиден биз буну жаңа 5 ай көлөмүндө созулуп кетти чыгармалар. Сондуктан жаңагы өткен жылғы 90-на бір рет шығатын журнал болғандықтан сол 4 санын біріктіріп бердік деген есепменен осылай беріп отырмыз. Кезінде мына биздин Кыргызстанда дагы ушундай бир жакшы журналдар чыккан, Ала Тоо журналы, кандай бир акын жазуучулардын чыгармалары жарыяланып, ошол журналды күтүп барып окушуп, ошол жерден дагы бир топ акындардын баягы демине дем берген да. Келечекте буга чыккан акындар дагы бир ошондой бир дем алса керек деп ойлойбуз да. Арине. Анан өмүр байым айтсаңыз, эми Кудай буйрса, иш башталганда кандай кылып буга өзүңүз чыгармаларды тандап сунуштайсыз да, Эми мындан кийин бул жердин өзүнүн жоосу кандай экен буга кирген чыгарма? Мындан кийин эми мындай буга кирүүчү чыгармаларды тандап алып, бизде атайын группалар түзүлгөн болчу, бир айдан 2 ай болуп баратат. Ошо группага кирген анан кирүүчүлөрдү дагы киргизип, ошол жерден биз конкурстук жана башка ошо чет мамлекетке чыгуу маселелерин ошо группанын ичинде талдоо, анан ошол жерден өзүбүздүн комиссияны дагы түзүп, бул ырларды дагы мындан ары ошол жерден талдап, анан конкурстук негизде тандап алып, анан гана жөнөтөбүз. Анан башка ошо сыртка чыгуу, бул жазуучулар союзуна мүчөлүккө өтүүчүлөрдү дагы эми мындай бардык тараптан карап, анан кийин ошо сунуш болот. Анан биздин бүгүнкү күнү албетте каалоочулар, ошо буга катышкысы келгендер өтө көп. Биз мына Кайрат мырза, анан Жуманалым, Болот мырза келди. Ал Кыргыз адабияты гезитинин мурунку зам редактору болгон киши, акын. Ал киши баягы жумуш боюнча шашып кетип калды. Анан биз ошол биздин жанагы группанын ичинде
конкурсту уюштурдук. Биз албетте бул интернетке жарыяладык. Азыр ушундай уюштуруп туралы деп. Ошо группанын ичиндегилердин болгонунун ичинде конкурсту жарыялап 2 күн 3 күндөн бери ошо баянкы чогулуш Осмонов китепканасынын ичинде болгон чогулушта жарыялап, анан ошол конкурсту карап, эми ар бир леп ырларын карап, анан мен эми бир келген ырды, ошо келген жиберген 2 же 3 ырды эле карап койбостон, алардын ошол Facebookка койгон ырларын чындап эле булар жазып, ошону жазып атабы, бир жерден алып алган жокпу деген мааниде да болушу мүмкүн да. Анткени көчүрүп алган жокпу. Кээ бир ырларды даже мындай болгон сунуштар болду. Да, возможно, мен аябай бул жакшы жаза алчу эмес эле бул акын, эмнегедир жакшы ырлар келип атат деп, анан аларды да изилдеп, анан возможно отредактированный болушу мүмкүн деген да айрым сөздөр да болду. Анткени мурдагы ырлар өтө начар болчу да, ошолорду да эске алып, анан эми була эмне була деп бирөөсүнө, анткени кийинки эле бир 2-3 ырларын көрдүк, жакшы экен, берип атабыз азыр сыйлыкты, дипломду, бирок кийинкисинде дагы ошону эске алам да. Мен эми анын баарын аябай катуу окуп чыккандыктан, анткени председатели мен болчумун, ошо аябай караштырдым. Эми кийинки ошо болчу конкурстарда жанагы бул жазуучулар бирдигине эми кого попало брать не будем дегендей бардык тараптан карап, анан талапка жооп бериш керек, бардык тараптан жооп бергендерди. Талапка жооп берген гана. Ошончо Facebook'та ырлары болгон адамдардыкы да жакшы. Анткени алардыкын ошо бар тараптан да карап чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар. Соц тармактарга да жарыялап турган да жакшы турбайбы? Сиздерге да ыңгайлуу турбайбы? Аларды дагы мен алардыкын да көптөн бери окуп келатканымдын дагы пайдасы тийип атат. Кимдикинин кандай деңгээлде экенин байкаштырып келатам. Мен ошонун баары азыр пайдасы тие турган болду. Биз конкурстун жыйынтыгын чыгардык. Азыр жарыялайбыз. Жакшы болот. Келиңиз. Анан мен азыр дагы бир нерсесин айтып кое берейинби? Конкурс боюнча же бираздан айтайынбы? Мен айтып өтөйүн, чамам келгенче. Мына биз 2017 жылдан бери Темирказык әлемнин үздүк акыны жазуучусу деген конкурс өткүзүп келе жатырмыз. 2017 жылы Казакстандабы? 2017 жылы тек кана агылчын тилинде өткөн болатын, 25 мемлекеттен 70ке тарта акын жазуучулар катышты. Онун ичинде Нобель сыйлыгына кандидаттар, номинанттарга дейин чыгармаларын сунган болатын. Сонун жалгасы ретинде өткөн жылы Темирказык әлемнин үздүк акыны жазуучусу 2018 дегенде өткөздүк. Аргы жылы. Енді осы жолы 2019 жылғы немізді конкурсымызды Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің қарсаңында өткізуші жыл сайын. Бұл жолы кішкене кешіктіріп, бүгінге дейін жалғастырып келе жатырмыз. Оның себебі журналымыздың жасау керек болды, оны насихаттап ары бері жүру керек болды. Осы жолы мынау желтоқсан айының соңғы аптасында жариялаған болатынбыз. 12 желтоқсанға дейін дүниежүзі бойынша шығармалар ұсынылды. Бұның нәтижесі бұйыртса осы ақпан айының алғашқы аптасында шығады деп жатыр. Шетелдегі кеңесшілеріміз. Ал енді Қырғызстанға ердей келіп тұрғаннан кейін Қырғызстан бойынша осы жаңағы Қазақстан Республикасының 28 жылдығына және де Махатма Гандидің 150 жылдығына арналған бейбітшілік махаббаттың қолында деген жаңағы Темірқазық әлемнің үздік ақыны жазушысы 2019 фестивалін өткізіп отырмыз. Онлайн несінде форматында. Соған мына Қырғызстаннан ақын жазушылар қатысып, соның нәтижесін міне қазір біз шығарып отырмыз. Міне Өмірбөбі Бекалы ханымға 1-ші дәрежелі диплом. Сол сияқты мынау жаңағы Түркиядан да қатысқан екен. Осы жол Қырғызстан бойынша десек те, жаңа топта Түркиядан, Әзербайжаннан ақын жазушылар оларды өлеңдерін жібергеннен кейін біз олардың да көңілін қайтармай, әрине оның үстінде жаңағы өлеңдері өте сапалы болғандықтан 1-ші дәрежелі диплом бердік. Міне сол секілді мынау Қырғызстаннан Замира Жантаева. Замира Жантаева ханымға мынау 3-ші дәрежелі диплом беріп отырмыз. Бұл жаңағы осындағы тағайындалған комиссия мүшелерінің шешімі.
мына жерде мына Азербайжандыны. Азербайжаннан Сулейман Абдулла Азербайжаннан поэзия жіберген екен, біз оған 2-ші дәрежелі диплом береміз деп шештік. Сол секілді мына жерде Мұрат Надырбеков деген қырғызстандық қаламгер бар екен. Ол кісінің де өлеңдерін оқып отырып, бізге ұнағаннан кейін сол мына 2-ші дәрежелі диплом беріп шештік. Сондай-ақ мынау Қырғызстанның ел ақыны, поэзиясынан бұрын прозасы өте керемет ақын жазушы апайымыз бар. Меңді Мамазайырова. Мамазайырова ханымға да 1-ші дәрежелі диплом берейік деп шештік. Рахмат, Меңді Мамазайрованы да шын ділден құттықтайлы. Албетте бұл сыймық, ушу бир барак кагаз бир топ акындардын демине дем берет эмеспи? Әрине. Анан деген Кайрат мырза, мен сизден сурайын дегеним, бүткүл дүйнө элдеринин жазуучулар союзуна кандай адамдар мүчө боло алат? Сөз түрдө эл аралык бир поэзия фестивалдарына катышыш керекпи, же аларга сыйлыктар каралабы, же алардын чыгармалары элге кеңири тараган болуш керекпи? Мисалга мен сизге айтайын, Кеңес одагынын кезинде, мисалга СССР жазуучулар одагына мүшеликке өтүү үчүн 9 баспа табак жеке китабы, сосын барып 2 топтамага енген болу керек чыгармалар. Сондай тәртип болгон. Биз сол тәртипти устанып отурмуз. Жаңағы шығармалары сапалы болатын болса, ол әлемге танылған ба, шет елге шыққан ба, шықпаған ба, біз оған қарамаймыз. Шығармасы танымал болу керек. Мысалға, кейбіреулердің шығармасы сапасыз болса да, дүние жүзіне барып келіп жүрген болуы мүмкін. Олар мүмкін парқына бармастан үлкен дипломдар да беріп жатқан болуы мүмкін. Сондықтан біз бәрінен де бұрын шығарманың сапасына қараймыз. Соған мән беруге тырысамыз. Мәселен ки, біз енді өзіміздің мемлекет болғандықтан бізде жаңағы оның әдебиет кішкене қалыс қалып қойып отыр ғой. Өкімет тарапынан жаңағы қаржылай қолдау кішкене осын енді қолға алынып жатыр ғой. Сондықтан көптеген қаламгерлер өздерін танытып үлгере алмаса да, бірақ шығармалары сапалы болғандықтан біз олардың жаңағы кітаптары жарық көргендіктен, өлеңдері, болмасам жазып жүрген прозалық шығармалары көңілге қонғандықтан біз оларды қабылдап жатырмыз мысалға. Енді ушундай тәрізде болот турбайбы кабыл алуу? Жалпы одаққа кез келген адам кіруге қақысы бар, бірақ сапа шығармасы кеңестік мүшелердің жаңа көңілінен шығуы керек. Эгерде ошо кабыл алуу боюнча дагы баягы булар Кыргыз улуттук жазуучулар союзу менен дагы биргелешип баягы жардам беришет да, алар дагы сунуштайт. Кыргыз жазуучулар союзу тууралуу бир ауыз айткым келет. Мен ол жаңагы Кыргыз жазуучулар союзунун башчылыгына, сондай-ак мынау поэзия боюнча биздин жаңагы нәтижемізді шығаруға атсалысқан Қырғыз жазушылар союзының жауапты хатшысы Жылдыз Ақаева ханымға басшылығына жалпы одаққа алғыс айтқым келеді, бізге қолдау білдірген үшін. Ыраазычылык билдирет экен. Кандай кабыл алышты? Сөз түрдө баягы жазуучулар союзу менен биргеликте иш жүрөт экен да, бул. Эми жазуучулар союзу менен рекомендация кылса да болот. Жазуучулар союзунда жок да бизде мыкты акындар бар экенин байкап жүрөбүз. Мүчөгө кирбеген, жазуучулар союзунда мүчөдө жок. Алар мен эми мындай көп байкоо жүргүзүп келгендим азыр билип атам. Андай жазуучулар кайрылса да болот. Жазуучулар союзунда жок, бирок ырларды, мыкты ырларды жазган акындарды Facebooktан көп байкап келебиз. Мана ошолорду жакшылап караштырып туруп, мыкты жазгандарын мен аттарын толук эстеп калбасам дагы байкап жүргөндөрүмдү ошолордун баарын сунуштап бул жазуучулар союзуна кабыл алса болот. Абдан жакшы экен. Бирок баягы жазуучулар союзуна дагы өздөрүнүн баягы талаптары бар да, бизде дагы китептери чыгыш керек. Жана жогоруда Кайрат мырза айткандай сөз түрдө баягы белгилүү болуш керек дегендей. Ошондой мүмкүнчүлүгү жок, бирок жакшы жазгандар кандай болот? Булар эми жазып аткандар ошо жазуучулар союзуна өтө элек, бирок бир топ эле белгилүү болуп калышты да бул социалдык тармактарда. Ошолорду карап көрсө болот да. Эми мен өзүмдүн байкоомдо өтө белгилүү болуп калып, бирок ырлары орто болгон акындарды эле көрүп жүрөбүз. Алардын заслуженный деятель деген дагы же болбосо бир грамоталар алган, же болбосо бир сыйлыктарды алган деле деңгээлде ошондой бизде акындар бар. Анан такыр өздөрүн акын катары сезбеген, бирок мыкты жазган акындар да бар экен да. Ошон үчүн бул парадокс бир жагынан. Эми
ошол мындай адамгерчиликтүү анан туура багытты алып ошол мыкты жазган, чебер жазган, өтө бирок сыртка чыга албаган, мындай жатканда айылда да болушу мүмкүн да алар. Ошолордо кандайдыр бир деңгээлде мындай көтөрөбүз дегендей да, көтөрөбүз кандайдыр бир деңгээлде. Бирок чыгармалардын сапаты мыкты болууга тийиш. Анан дагы алар дагы бир кандайдыр бир эмени өтүш керек да, мындай сынга салып, алардын дагы оңдоп, анан ошол кабыл алганга мүмкүнчүлүктөр бар экенин айта алам. Демек, эми дүйнөлүк адабият жана өнөр алманакы журналы бул Кыргызстанга дагы эми өкүнчүлүк болгондон кийин бул жерде дагы баягы окурмандар алып окуса болот экен да. Ошондой мүмкүнчүлүк болот да. Окурмандар алып окуна болот. Ол үчүн биз жаңагы мына журналымыздын таралымын көбөйтүүбүз керек. Биздин журналымыздын таралымы азырча өкүнүчкө карай шектелүү болуп тур, санаулуу гана сол каламгерлерибизге жеткизип отурмуз. Сосын Казакстанда бир шама кызыккан жаңагы окурмандар журналымызды сатып алып койду. Сондуктан болашакта көбүрөөк чыгарууга тырышабыз бул журналымызды. Энди бир мүмкүндүк берсеңиз, мен жаңагы Казакстандагы өтө таанымал Айда күндө деген әннин авторумун, композитормун, акынмын. Уруксат болсо бир өлеңдеримди окуп жүрейин. Бир өлеңди. Жакшы, ошону айтайын дедим. Келиңиз. Кыргыздар ыр дейт, казактар өлең дейт экен, келиңиз. Казак кыргыз бир тууган дейбиз. Арине. Кана келиңиз. Бул тапканча мен анда бир минуттун ичинде болду, мен баштадым. Бул столдун үстүнө жаткандар менин Туркияда алган сыйлыктарым, ошо Казакстан, ошо Зарубежге чыкканда алган. Баары мен 2019-жылкы сыйлыктарым. Акындык өнөрдөгү сыйлыктарыңыз экен да. Ооба, ошол жөнүндө айта албай жүрөм. Кана келиңиз. Бул жерде бир кыска бир эки өлең окуп берейин, уруксат болсо. Сок жүрөк деген өлең. Буйугуп жараспайды уюганың, сок жүрөк саған соны бұйырамын. Көтерде көк есекші атан жүкті, жүретіс бір құдай деп сыйынарым. Қуыпсап қылтың менен сылтыңдары, аттан сал дәл осылай бұлқындағы, соқ жүрек арпалысқын адуындап, сылғында көбігіңді ұртыңдағы. Болмайын әр нәрсеге елең алаң, қайқы көп, қасірет көп деме маған, қанымды қоюланған сұйылт дереу, деместен көтерем боп семе қалам. Қол созып бар үмітпен ғарыш қайға, тырадам өмір үшін алыспай ма, тақсірет көрген сайын оят әлгі, ар үшін жан беретін намыс қайда. Шоқпарын көтер алмай белі сынды, дегенде естіртпе жат теріс үнді, досқа күлкі, дұшпанға таба қылмай, керексің тойлау үшін жеңісіңді. Ой, сонун Канадағы келіңіз. Мына жерде мен желтоқсанда баяғы өздеріңіз білетін шығарсыздар тарихтан, желтоқсан көтерілісінде таяқ жеген жігіттердің біреуімін. Сондықтан мына желтоқсанда деген әріптестеріме, сол кездегі қаһарман достарыма арнаған бір өлең бар еді, соны оқып берейін. Қатпай тұрып, қойын қоншым суық желмен мұзғалы, ұрар дебем біз аямай қыстың ғана ызғары, арқа сүйеп коммунистік партиямен отанға, көрсеңдер ғой теңдік іздеп арқамыздың қызғанын, алға шыққан жалынды жас Ленин сөзін талап қып, жібергендей нән саяси мәні бар бір ағаттық, жендеттердің сойылына жапырыла жығылды, солай келген бұл қазаққа еркіндік пен азаттық. Компартия комсомолын жазалады осылай, сойыл тиген арқама тұз құйғандайын ашыдай, өз әкемнің таяғынан өлім құшу үшін мен қалай барған бұл алаңға тап ажалдан шошымай, бес қарулы жендеттерге қарсы таппай түк тамал, осы күні боздақтарды қарсы алдынан күтта жал, артық демі таусыларын біле тұра ерлерім бас иместен алысты кеп алатындай құт қамал. Осы күні әрбір қазақ ажалмен кеп бетпе-бет, күш сынасты әруақты ер бабасындай жекпе-жек, қарулыға жалаң қолмен жан аямай тап беріп, талай қыршын жарақат ап жан шығардай мертіккенек. Сезе тұра
тән ауырып, жанның ашып сыздарын, елеместен суық аяз, ащы ажал ызғарын. Рух беріп ерлерімнің тап қасынан табылған, сонда көргем ер мінезді қайсар қазақ қыздарын. Міне солай қаһармандар азаматтық жолында, міне солай қаһармандар азаттықтың жолында құрбан болды әке болған Компартия қолында. Ой, рахмат. Бүгін бізде қонақта бүткіл дүйнө элдердин жазуучулар союзунун негиздөөчүсү Кайрат Дүйсен Парман агайыбыз келип отурат. Чындыгында эле азыр сиз казак тилинде ыр окудуңуз, биз түшүндүк окшойт, Өмүрбай эже. Өмүрбай ыр окуду, сиз түшүндүңүз да. Әрине. Баягы биздин баягы тилдерибиз, кээ бир сөздөрүбүз окшошуп кетет да. Ошо сиз жогоруда айткандай, мисалы ушу Португал элинин тили, же болбосо башка элдердин тилин алар өздөрү келип окуса дагы биз түшүнбөйт болушубуз керек. Ошон үчүн булардын баардыгы баягы жалпы жонунан алганда чет тилде жарык көрсө, азыр баардыгы баягы илимге умтулуп тил үйрөнүп атканга бул жакшы болсо керек да. Бирок бул кытайлыктардын дагы бул жерде мынакей ырлары жарык көрүптүр да. Демек, ал үчүн да Кытай тилин да билиш керек экен да, сөзсүз түрдө. Анан ушул мисалы үчүн Кытайдан да кандай кылып кабыл аласыздар, башка алыскы мамлекеттерден? Бул жерде баарлыгы электрондуу түрдө жиберилет. Электрондуу түрдө жиберилет дагы биз жаңы журналга орунлаштырып болгандан кийин чыгармаларды өздөрүнө кайта жиберемиз. PDF деп жатабыз го, PDF нускасын жиберемиз. Ол кишилер кайта карап чыгады, өзгөртөтүн жерлер болсо өзгөртөдү. Сол толук дайын болду дегенге дейин алмасып отурабыз. Мен кайта жасап кайта жиберем, ол кишилер кайта карап кайта жиберет. Солай баары болду менен дайын деген кезде ол бетти токтотабыз да, келеси тил менен ар тил менен жеке-жеке осулай жумуш жасап атырсамыз. Енді солай жумуш жүрдү бул жолу. Негизи эле Өмүрбай айтсаңыз, бул ошо журналдын жобосуна ылайык канча бет берилет экен, мисалы үчүн Кыргызстандагы акындарга? Бизге бир беттен берилди. Жалпы журнал канча акын катышыш керек болгон? 10. Эми 10 акын катышкан, эми кийинкилеринде дагы көрөбүз. Жободо бар да атайын, сөздөр. Бул жерде мисалга булай болуп отур. Журналга мисалы үчүн биздин казакстандык каламгерлер энди өздөрү каржы чыгарып отур ар кайсы. Сондуктан биз бул жерде 4 колонкага дейин орун бердик, 2 бетке дейин. Калган бауырларымыздан 3 өлеңден сураганбыз. 3 өлеңден жибергендерди де жарыяладык. Ал энди мисалы жаңа мен айтып аткан жапон акын жазуучулары бар го, олар бир өлеңден болсо да 18 акынымызды бирден сыйдырып жиберейик. Баары кирип калсын. Баары кирип калсын депти. 18 акынын өлеңдерин бирден берип жиберди. Сол сыяктуу бирөөлөр 2 өлең, бирөөлөр 3 өлең, немесе бирөөлөр бир гана өлең 4 жол гана өмүр баяны менен кыска гана берип жаткандар болду. Ар кандай болот экен. Иә. Калай сунады, биз солай кабылдайбыз мүмкүндүгүнчө. Өмүрбай айымга окшогондор мисалы үчүн тарыхый романдарды жазат, аларды кандай кылып кыскача кылып чагылдырып береби? Мен кичинекей бөлүмүн эле бердим да. Бир эле өзүм, өзүнүн жобосуна ылайык. Негизи сиздин көлөмдүү романдарыңыз бул эмеге жыйнакка батпаса керек, өзүнчө бир китеп да сиздики. Үзүндү деп берем да. Үзүндү деп. Негизи ушундай жерлерге ушундай берген эт. Үзүндүлөр берүүгө болот, өйткөнү мисалга мен жаңа гана Димаш Кудайбергендин сүрөтүн көрсөттүм го. Сол кишиге арналган, сол анчимизге арналган ошол жерде бир эссе үлкен китап, сонун биринчи тарабын жарыялап отурмуз мисалга. Бул бир жагынан окурмандарды тартуу, арине таанымал жазуучунун өтө бир жакшы романынан үзүндү берүү аркылуу биз окурмандарды өзүбүзгө тартуубуз керек го. Сондуктан ондай мүмкүндүктөр болуп жатса, биз ол жаңагы жагында карастыратын болобуз. Сиздин кошумчаңыз? Мен кошумчам ошо биздин Кыргызстандан дагы ошо Айтматовду киргизүүгө ниетим бар, Сүйүнберелиевдин ырларынан киргизүүгө ниетим бар. Ошо келечекте ошолорду да кошуп беребиз. Залкарларды. Залкарларды. Мен дагы каалоом бул жерде сөз сүрөттөрү менен бериш керек, анткени сүрөт аркылуу дагы адамдын энергиясын сезип, магышын адамдар сезип билүүсү мүмкүн.
сүрөттөрүн сөзсүз коюш керек да. Азыркы бул жердеги сүрөттөрү жок. Ырларын мүмкүн кичирейтип, азыр кичирээк болсо да сүрөтүн бериш керек. Сиз буну кандай кабыл алдыңыз келечекте? Мисалга мен өзүм мына Азахар деген дүниежүзүлүк испан тилдүү журналга жарыяланып келем. Бир өлеңим испан тилинде жарык көрөт да, бир өлеңим агылшын тилинде баламасын коса берет. Ол жерде мисалга жаңагы акын жазуучулардын аты жөндөрү гана, сосын мемлекети гана көрсөтүлөт. Типти өмүр баян да айтылмайт. Яғни журналдың максаты неғұрлым көбірек акын жазуучуларды камтып калуу. Сол секилде мисалы үчүн биз мына жерде 255 автордун туындыларын берип отурмуз. 255 автордун ар кайсынын сүрөтүн берүү деген өтө күрдөөлүү болот. Дегенмен де мүмкүндүгүбүз бар болуп жатса, карастырууга тырышабыз. Жакшы, дүйнөлүк адабият жана өнөр журналы мына Альманах деп аталып отурат. Бул дагы абдан жакшы көрүлгөн. Мен ушунда Меңди эженин бир жакшы ырын окугум келип отурат. Акынмын үлпөтүңдө ырдаган, булагыңмын койнуңда шырылдаган, жакындаса уяңа улуу жылан, чаба элекей мен үстүмдө чырылдаган, тузуң болом татыган таңдайыңа, гүлүң болом жайнаган маңдайыңа, элдин көнүн элирткен улуу тоодо торгоюңмун күй төккөн майрамыңда, кокус калба башталса тагдырыңа, чачты түйүп өктөп ат жалына, жаңыл мырза үйүтү ойнойтканда тике турган кайгыңа, азабыңа, кара булут айланасы асманыңа, шамал болуп жарайым кууганга, алтын бешик мекеним саламат бол, кастарлантып кабыласын байкагыңа дейт. Кыскасы кээ бир тамгалар бар жакындашып калган үчүн жакшы окуй албай калдым, бирок ошентсе дагы Меңди эжебиздин мына ушул китебине, ыр китебине киргенине да кубанып атабыз, сизди да куттуктайбыз. Кыргызстанда атайын мынакей өкүл болуп, ушул жерде Кудай буйрса келечекте кыргыз адабиятын, кыргыз поэзиясын дагы башка өлкөлөргө таанытат деген ишеничтебиз. Кайрат мырза, дагы жолу кош келдиңиз биздин студиябызга. Демек дагы мына ушул Кыргызстанда ушул адабий алманакты ачтыңыз. Демек көп жолу сапар менен келет болушуңуз керек. Ар бир келгенде ушундай ийгиликтериңизди даңазалап туралы. Жақсы. Зая келместен үлкен жаңалықпен жаңа қоржынымызды толтырып келуге тырысамыз. Қырғызстан халқына, оның ішінде әріптестерімізге, ақын жазушыларға, әлем халықтары жазушылар одағынан және де мынау сіздердің телеарналарыңызға рахмет айтамын. Рахмат. Умтулушту баары жылдыз болгонго, мен умтулдум адам болуп калганга дейт. Ошондуктан адамдык дайыма сапатыбыз менен жан дүйнөбүздө жакшы ырлар коштоп жүрсүн деп биз чакчы көрсөсүн жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.